Балалар, 13-ші беттегі 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Берілгенін оқимын. Есептің қай сұрағына жауапты әртүрлі тәсілмен алуға болады дейді. Қызылшаның түсімділігі орташа есеппен гектарына 25 тоннаны құрайды. Егер жақсы күтім жасалса және суарылса, гектарына 50 тонна алуға болады. Жақсы күтім жасалған жағдайда 30 гектар жерден қызылшаны тоннамен қанша есе артық жинауға болады? Жақсы күтім жасалған жағдайда қанша тонна қызылшаны артық жинауға болады дейді. Есептің берілгенін оқыдым. Енді осы жерде екі сұрақ бар балалар бізде. 30 гектар жерден қызылшаны жақсы күтім жасалған жағдайда қанша есе артық жинауға болады? Ал келесісі жақсы күтім жасаған жағдайда қанша тонна қызылша артық жинауға болады? Осы сұрақтарға әртүрлі тәсілмен жауап алу қажет. Суретке қарасақ, суретте атай бақша суғарып жүр балалар. Ал бұл бақшада суғарып жатқан қызылша. Егер біз қызылшаны орташа күтіммен қарайтын болсақ, гектарына 25 тонна қызылша аламыз. Ал егер оны жақсы күтіп суарсақ, гектарына 50 тонна қызылша аламыз. Енді бізге берілген бақшамыздың көлемі 30 гектар. Ал олай болса есептің шартын жазып алайық балалар. Түсімділіктері белгілі. Түсімділікті біз кіші М деген әріппен белгілейміз. Бізде орташа күтім бар және де жақсы күтім бар. Орташа күтімді 1 деген номермен, ал жақсы күтімді 2 деген номермен белгілеп алайық. М1 тең болады гектарына 25 тонна. Келесі М2 тең болады гектарына 50 тонна. Бізде жердің ауданы белгілі, ауданды С деп аламыз, 30 гектарға тең. Табу қажет орташа күтіммен қараған қызылшаның жалпы массасын, оны біз үлкен М деп аламыз. М1 тең болады неше тонна? Келесі М2, яғни жақсы күтілген жағдайда қызылшаның жалпы массасы неше болады? Неше тонна? Және де табу қажет. Жақсы күтім жасалған қызылша, орташа күтім жасалған қызылшаға қарағанда неше есе артық? Және де неше тонна артық жинауға болады? Мінеки, есептің шартын жазып болдық. Енді шешуін жазамыз. Шешуі. Ең алдымен балалар, орташа күтім жасалғанда неше тонна қызылша алатындығымызды есептейік. 30 гектар жерден. Яғни, үлкен М1-ді табамыз. М1-ді табу үшін түсімділікті ауданға көбейтеміз. Яғни, кіші М1-ді көбейтеміз С-ке. Әріптердің орнын сандармен алмастырайық. 25-ті көбейтеміз 30-ға. Баған түрінде көбейтемін. 5-ті 3-ке көбейтеміз 15. 5 бірлігін жазып, 1 ондығын ойда сақтаймыз. 2-ні 3-ке көбейтеміз 6. Ойдағы 1-мен 7 болады. 0-ді тіркеймін. Жауабы 750 тонна. Бұл орташа есеппен қарағанда, яғни орташа қараған жағдайда қызылшадан 750 тонна аламыз. Астына жазып қойайын, орташа күтім деп. Орташа күтім. Ал енді келесі М2-ні табамыз. Мінеки, М2 тең болады. Түсімділігін көбейтеміз ауданға. 50-ді көбейтеміз 30-ға. 50-ді 30-ға көбейтсек 1500 болады. 1500 тонна. Бұл балалар жақсы күтім жасалғанда алынатын қызылшаның мөлшері. Жақшаның ішіне жазып қойайын. Жақсы күтім деп. Ал енді бізде келесі балалар айтылған жақсы күтім жасалған жағдайда 30 гектар жерден қызылшаны қанша есе артық жинауға болады? Демек біз жақсы күтілген жағдайда алынған қызылшаның массасын орташа күтім жасалғандағы қызылшаның массасына бөлеміз. Сонда неше есе артық екендігін анықтай аламыз. 1500-ді бөлеміз 750-ге.
Бөлінгіш пен бөлгіштегі нөлдерді теңдей қылып қысқартамыз. 150-ді 75-ке бөлсек, 2-ге тең. Демек, 2 есе артық жинауға болады екен. Ал енді неше тонна артық екендігін білу үшін азайту амалын пайдаланамыз. 1500-ден 750-ді азайтамыз. Баған түрінде есептейік. Қарап отырыңдар. Мінекей, 0-ден 0-ді азайтамыз, 0 болады. Келесі, 0-ден санды азайта алмаймыз. 100-діктен бірін 10-дыққа береміз. 10-нан 5-ді азайтамыз, 5 қалады. 4-тен 7-ні азайта алмаймыз. 1000-дықтан бірін алып, 14-тен 7-ні азайтсақ, 7 қалады. Жауабы 750 тонна. Демек, жақсы күтім жасалған жағдайда балалар 2 есе артық қызылша немесе 750 тонна артық қызылша жинауға болады екен. Есептің жауабын жазсақ, мінекей жазамыз. Жауабы жақсы күтім жасалған жағдайда, менімен бірге жазып отырыңдар. Жақсы күтім жасалған жағдайда 30 гектар жерден, оны жазбай қояқ балалар, өзіміз білеміз, 30 гектар жерден 2 есе артық қызылша жинауға болады. Жақсы күтім жасалған жағдайда 2 есе артық немесе 750 тонна артық қызылша жинауға болады. Артық қызылша жинауға болады. Мінекей, жауабын жазып болдық балалар. Осымен 13-ші беттегі 6-шы тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар балалар.